Астанада метро пайда болуы мүмкін. Астана бас жоспар мамандары жаңа жоба әзірлепті. Онда ЛРТ құрылысын аяқтап, қаланың 4 бұрышын біріктіретін жол қарастырылған. Құжатта метро автобус жолағысында нұсқалар көрсетілген. Ал талай жыл құрылысы бітпей қаланың көркін кетіріп тұрған ЛРТ бағандары алынып тастала ма? Бас жоспар тағы қандай ұсыныс айтып отыр? Өмір Серікбекұлы біліп келді. Астана бас жоспар мамандарының ұсынып отырған нұсқасы бойынша қазіргі ЛРТ құрылысы толық аяқталады. Одан кейін мұндай бағандар тұрғызылмайды. Яғни келесі бағыт Қабанбай Батыр даңғылынан ескі вокзалға дейін салынады. Үшінші кезекте ескі және жаңа вокзалды қосу көзделген. Соңғы кезекте Айтматов көшесі Үркер ауданы мен Қабанбай Батыр даңғылындағы сауда орталығын байланыстыру қарастырылыпты. Бірақ бұл жерде метро немесе автобус жолақтары болады екен. Бас жоспар ұсынып отырған жоба толықтай жүзеге асуға 13 жыл уақыт керек екен. Біз енді жоба ретінде жеңіл рельсті транспорт ретінде қарастырамыз. Сол 4 кезегін ұсынып отырмыз 2035-ке дейін. Бас жоспардың жобасы бойынша мұнда аялдамалардың саны артқан. Алайда мамандар бұл құрылысқа қанша қаражат жұмсалатыны туралы тіс жармады. Урбанистика сарапшысы бас қаладағы тұрғындар саны 1.300.000-нан асып кеткен. Сондықтан сол жақ жағалауда тұратын адамдар кептеліс кезінде аулаларынан шыға алмай қалады дейді. Я считаю, что это верное решение. Астана тұрғындарының саны көбейіп келеді. Біздің пайымызша 2030 жылға қарай қалада 2 миллиондан аса тұрғын болады. Сондықтан ЛРТ-ға альтернативті жоба болғаны дұрыс. Жалпы біз ЛРТ құрылысын аяқтау бастамасын қолдаймыз. Бірақ одан өзге метро, трамвай секілді бір жолақты транспорттың да жолағын салған абзал. Енді мынадай бағасы қымбат бағаналар салынбайды. Оның орнына маман айтқан қоғамдық көліктер жүреді. Бірақ бұл бас жоспардың ұсынып отырған жобасы ғана. Айта кетейін, мына менің ту сыртымдағы ЛРТ құрылысын жалғастыру үшін қазынадан 42,6 миллион доллар бөлінген болатын. Өмір Серікбекұлы, Нұрлан Өтегенов, Алматы телеарнасы, Астана.